Бұл оқиға шынымен болды ма, болмады ма кім білсін. Баяғы өткен заманда бір шал өмір сүріпті. Оның Зумрат есімді сұлу қызы болған екен. Күндердің күнінде шал Кимат есімді қызы бар бір әйелге үйленіпті. Ал өгей шеше Зумратты бір көргеннен ақ жақтырмапты. Оған барлық ауыр жұмыстарды істетіп, ұрып соғып күн көрсетпейді екен. Ал өзінің қызын үнемі мақтаудан шаршамайды. Зумрат өте ақылды, сұлу, көңілді қыз. Ал Кимат оған тіптен ұқсамайды. Қырсық, сүйкімсіз, еріншек, күні бойы тамақ ішіп күңкілдеп ұрысқанды ғана біледі екен. Құстар мен гүлдер Зумратты көрсе, қуана қарсы алып, оған ән салып, ертегілер айтады. Ал Киматты олар жақтырмапты. Оны көргенде гүлдер жабылып, құстар тығылып қалады. Өйткені өгей шешенің қызы гүлдерді аяғымен таптап, құстарды қуалап жүреді екен. Өгей шеше айналаның бәрі Зумратқа ерекше құрмет көрсеткенін байқап, ызалана бастайды. Енді ол өгей қыздан құтылуды ойлап, шалды қыспақ қалады. Өзіңнің ақымақ қызыңды үйден қуып жібермесең, мен кетіп қаламын. Қызыңды орманға апарып таста деп бұйырыпты. Шал не істерін білмей дал болады. Қызын қуып жіберуге дәті бармайды. Кемпірінен бас тартайын десе, оның да жөнін таба алмай қиналады. Амалы таусылып, әкесі қызын орманға ертіп келіпті. Ұзақ жүріп, орманның ортасына жеткенде, «Осында отыра тұр, қызым. Мен ағаш шығарып келейін» деп, әкесі оны бір жерге қалдырып, өзі әрірек барып, балтасын ағашқа іліп кетіпті. Желмен шайқалған балта ағашқа тиіп, тоқылдап тұрады. Ал Зумрат әкесін ағаш жарып жатыр деп ойлап күтіп отыра береді. Тек кеш батып, балтаның тықылы естілмей қалған сәтте қыз қорқып, әкесін іздейді. Қараса, балта ағашта ілулі тұр, ал әкесі жоқ. Қатты қорыққан Зумрат жылап жібереді, не істерін білмей ала сұрады. Амалы таусылған ол еріксіз орман ішін аралап жүре береді. Айнала тас қараңғы, қорқыныштан тұла бойы түршіккен сұлу қыз жыларман халге жеткенде оттың жарығын көрінеді. Жақындап келсе, кішкентай үйшік тұр екен. Терезесінен қараса, ішінде кәрі кемпірі отыр. Зумрат есікті қағып, ішке кіреді де қарт кісімен сәлемдесіп болған соң, басынан өткен оқиғаны баяндап береді. Бұл кемпір орманның мейірімді сиқыршысы екен. Ол Зумратты жақсы қарсы алып, мейірлене күтеді. «Қайғырма, қызым, мен саған көмектесемін» деп жұбатып, тамағын беріп, бойын жылытады. «Сіз мені туған анамдай қарсы алдыңыз. Сізге өз алғысымды қалай білдірсем екен? Мен жұмыс істегенді жақсы көремін, және сіз үшін кез келген жұмыстан аянбаймын» дейді қыз риза болып. Кемпірге балдырған қыз қатты ұнады. Ол қарияның көңілін аулап, ертегілер оқып беріп, үйін жинап, ас суын әзірледі. Осылайша кемпір мен қыз біраз уақыт бақытты өмір сүріпті. Зумрат келгелі үйшіктің іші де айнадай жарқырап, тап-таза күйге енеді. Бір күні кемпір қызға палау пісіріп бермекші болады. «Қызым, шатырға шығып, отқа жағатын ағаштарды алып берші» дейді. Зумрат «Жарайды апа» деп шатырға шығады. Үй өте биік салыныпты. Шатырдан айналаның бәрі көрінеді екен. Зумрат жоғардан айналасына көз жүгіртіп, алыстан өзінің үйін көреді. Сол-ақ екен, көңіл күйі түсіп, жылап жібереді. «Жарқыным, не болды саған?» деп сұрайды кемпір. «Үйді көрдім апа, әкемді қатты сағындым» деп қыз одан сайын егіледі. Қария сұлу қызды сабырға шақырып, дәмді тамақ пісіріп беріп, көңілін аулайды. Ал ертесіне: «Қызым, сені үйіңе қайтарамын. Жолға жинала ғой. Шатырда 2 сандық тұр. Бірі қызыл, бірі ақ.
Қызылын алды, ағына жолама дейді. Өзі орманға кетеді. Зумрат ойыншықтарын жинап болғанша, кемпір орманнан арбаға жегілген тұлпарда келіпті. Зумратты арбаға отырғызып, қасына қызыл сандықты қояды да қолына кілтін ұстады. Мына кілтті ал қызым, үйіне жеткен соң сандықты ашарсың дейді. Зумрат қайырымды анаға мың алғысын айтып жолға шығады. Жүйрік ат оны үйіне лезде жеткізіп салады. Бұл уақытта әкесі шатыр үстінде қызын сағынып, мұңға батып ойланып отыр еді. Амансыз ба, әке деген Зумраттың жарқын даусын естігенде әке жүрегі шаттыққа толады. Аман сау оралған қызын құшағына алып әкесі: алтыным менің, кешірші мені, мына ақымақ шалды кешірші деп жылап жібереді. Әкесі мен қызы сағыныштарын баса алмай үйге кіреді. Әп сәтте үйге барлық көрші қолаң жиналады. Зумрат сандығын ашқан кезде жұрттың бәрі не деген керемет деп таңданыстарын жасыра алмады. Сандықтың іші қымбат киімдерге, жібек пен асыл заттарға толы екен. Мұның бәрі Зумраттың бүкіл өміріне жетерліктей еді. Оны көріп өгей шешенің мазасы кетіп, құты қашады. Осындай әдемі де қымбат байлық өз қызында да болғанын қалаған ол: Киматты да орманға барып таста деп шалына бұйрық береді. Ертеңісіне шал Киматты ертіп орманға келеді де, ағаш жарамын деп алдап қызды бір жерге қалдырып, өзі балтаны ағашқа іліп кетеді. Қараңғы түсе бастағанда әкесін іздеген Кимат жел тербеп тұрған балтаны көріп бақырып жылайды. Қорыққаннан алды-артына қарамай жүгіріп кішкентай үйшікке келеді. Жылама қызым, мен саған көмектесемін деп кемпір оны жұбатады. Күндер өтеді, ал Кимат кемпірдің үйінде ештеңе істемей жатып алады. Таңнан қара кешке дейін бостан-бос сандалып жүре береді. Не үй жинамайды, не кір жумайды, не істеген тамағы жоқ. Үйдің ішін шаң тозаң басады. Бір күні кемпір: қызым, шатырға шығып, ағаштарды алып берші деп өтінеді. Керек болса өзіңіз шығыңыз деп қасарысады Кимат. Қария жас қызды шатырға шығуға әрең көндіреді. Ал шатырға шыққан соң алыстан өзінің үйін көріп, Кимат жылап қоя береді. Неге жылайсың, қызым? Үйімді көрдім, үйге барғым келеді. Олай болса, бара ғой, тек шатырдан ақ сандықты ала түс дейді кемпір. Қуанып кеткен қыз сандықты алып жерге түседі. Кемпір: үйіңе барғансын ашарсың деп оның кілтін береді. Бірақ оған не ит, не арба бермейді. Кимат ауыр сандықты өзі арқалап келеді. Қыздың қайта оралғанын алдымен сезген ит қатыгез кемпірдің қасына келіп үре бастайды. Әп, әп, әп. Кемпір иттің неге үргенін түсінген сияқты. Қызыңыз сандықпен келеді, оны ашқан адам жылан шағып өледі, дейді. Қатты ашуланған кемпір итті таяқпен бір ұрып аяғын сындырыпты. Ал өзі: менің қызым бір сандық алтын мен жібек алып келе жатыр деген оймен жүрегі жарылардай қуанады. Кимат үйіне әрең дегенде қиналып жетеді. Әдеттегідей көршілердің бәрі жиналады. Ал анасы мен қызы сандықтың үстіне отырып алған, ешкімге көрсетер емес. Кешке таман екеуі сандықты түпкі бөлмеге тығып, есігін кілттеп қояды. Тек түн ортасында өздері ғана сандықты ашып көрмек болғаны сол еді. Олардың: құтқарыңдар, құтқарыңдар, айдаһарлар, құтқарыңдар деген дауыстары жұрттың бәрін дүрліктірді. Осы кезде сандықтан бас көтерген екі айдаһар ұрысқақ кемпір мен қызын жұтып қойыпты да терезеден шығып ғайып болыпты. Көршілер айқай-шуды естіп көмекке жүгіреді. Бірақ есікті бұзып кіргенмен олар кемпірді де, оның қызын да таба алмапты. Осыдан кейін әкесі мен Зумрат ұзақ та бақытты өмір сүріп